Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сабағымыздың тақырыбы үстеулердің емлесі. Бірінші емле дегенге түсініп алайық. Емле ол дұрыс жазу деген мағынаны білдіреді. Яғни бүгін үстеулер қалай жазылады, соған түсінік аласыңдар. Үстеу дегеніміз сендер білесіңдер, я? Ол үстеу дегеніміз ол іс-қимылдың сынын сипатын білдірсе, ал ол құрамына қарай дара және күрделі болып кетеді. Соның ішіндегі күрделі үстеулерге біріккен сөз үстеулер, тіркес үстеулер және қосарланған үстеулер жатады. Міне солардың емлесімен танысасыңдар. Бірінші, біріккен үстеулер қалай айтылса, солай жазылады. Мысалыға, бүгін деп айтылады, бүгін деп жазылады. Бұл біріккен неге? Бұл күн деген біріккен сөз ғой енді. Бірақ бүгін деп айтылса, бүгін деп жазылады. Сол сияқты биыл, ендігі әрі, бір қыдыру, ендігі әрі немесе бір қыдыру емес, бір қыдыру, ендігі әрі. Екінші, қосарланған үстеулер. Олар әрине дефис арқылы жазылады. Мысалы, емін еркін, анда санда, қолма қол. Келесі үшінші, бұл тіркес үстеулер. Тіркес үстеулер әрине олар тіркесіп жазылады да, арасында ешқандай тыныс белгі болмайды, бөлек жазылады деген сөз. Мысалға, күні бойы таңертеңнен кешке дейін деген тіркес үстеулер бар, бірақ таңертеңнен кешке дейін дегенде көп сөзден тұрады да, бірақтан таңертеңнен деген алғашқы сыңары бұл әрине күрделі үстеу бірігіп жазылады, ал қалғандары онымен тіркеседі. Таңертеңнен кешке дейін бұл жердегі тіркес үстеу бөлек жазылады. Міне балалар, сіздер бүгін үстеудің емлесімен таныстыңыздар. Қош, сау болыңыздар.